Баршаңызға қайырлы таң. Егер үйіңізде қатқан, кепкен нан бар болса, оны тастауға асықпаңыз. Оны ең керемет, ең жұмсақ, ең дәмді таңғы асқа айналдыруға болады. Қалай дейсіз бе? Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен кеуіп қатып қалған нанды жақсылап кесіп турап аламыз. Өте жұқа қылмаңыздар, езіліп кетуі мүмкін. Бұл нан қатып қалғанымен біз қазір қуырған кезде сондай жұмсақ нанға айналады. Ал енді бар болғаны 3 жұмыртқаны шағып, оның үстіне шым-шым тұз және 3 ас қасық қант саламыз. Егер сіз 4 жұмыртқа қолдансаңыз, 4 ас қасық қант, 5 жұмыртқа қолдансаңыз, 5 ас қасық қант қолданыңыз. Енді жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табаға нан бататындай етіп қана сұйық май құямыз. Май қызған кезде кесіп алған нандарды жұмыртқаға жақсылап былғап қуырамыз. Құрамында қанты болғандықтан өте тез піседі. Күйіп кетпеу үшін екі бетін жылдам алмастырып тұру қажет. Міне барлығын осылай қуырып аламыз. Өзі сондай жұмсақ, иісі де керемет, дәмді таңғы ас дайын болды. Қарапайым таңғы асты өте ерекше таңғы асқа айналдырыңыз. Жасап көріңіз, дәмі өте ерекше шығады. Сіздермен болған Сымбатты асхана.